Қай жерің ауырса, жаның сол жерде тұр дейді дана халқымыз. Жаны көзіне көрініп, ағзада пайда болған ауруымен алысып, айтып келмейтін ажалға араша тұрар тірек іздеп келген неше түрлі сырқаттардың дертіне дауа, жанына шипа бола білген мерген ақсақалдың бойына біткен 100 түрлі жұмбақ пен 40 түрлі құпияға толы қасиеті бізді қатты қызықтырды. Сосын енді маған жаңағы мына бала атамда сізден болып келеді, көбіне салдардан шығар, енді сол жерінде жасасаң 10 жыл, 6 жыл, 5 жыл, 3 жыл бала көтермеген адамдар бала көтеріп салдарының сол берген қасиеті шығар, соған жаңа дәрі ішеді. Көбіне солардың мына бұрауға түскеннен, сосын массаж алғаннан тәуір болып кетеді. Менің ойым сонда бала көтермей жүргенде, бала көтермеген адам жас адамда болмайды екен. Негізі наккеге, безге ойып қан тоқтағаннан болады екен. Массаж неге баныға шөптің бұрауына көп түсті, содан жақсы болады екен деп ойлаймын мен. Көп адамдар сол бала көтеріп кетіп жүр, арықсын беріп жатыр келіп. Бұл гөлден, гөліптен, негізі солар салдарының берген қасиеті шығар, бәрі қаныққа сауық бойды ойлаймын екен.